Қазақтың атастыру салты. Атастыру деген сөздің түпкі мағынасы байлау дегеннен шығады. Жылқы баққан, атқа мінген ел бұл сөзді жиі қолданылады. Атастыру яғни екі адамды, екі руды, екі елді бір-біріне байлау. Қазақ тіршілігінде атастыру ұлы қызы бар екі азаматтың құда боламыз деген ауызша уәдесі рулы елдің басшысы ақсақалдарының ұйғарымы арқылы басталады да құда түсумен тиянақталады. Құда түсудің бірнеше түрі болады. Қазақ бала бесіктегі кезінен бастап құда түсе береді. Бесік құда сирек кездеседі. Көбінесе жігіт ер жетіп қалған уақытта оның өзі, әкесі мен шешесі, ағасы мен жеңгесі, жақын ағайындары өздеріне лайық жерден қыз қарай бастайды. Мұндайда қазақ тең-теңімен тезек қабымен дейді. Яғни екі жақтың әлеуметтік жағдайы бір-біріне сәйкес болуы керек. Қазақ халқы ежелгі заманнан бері үйленуге аса маңыз береді. Және үй болуды жігіт пен қыздың бір-біріне өліп өшіп жақсы көруі, екі арадағы махаббат сезімі деген уақытша құбылыстармен байланыстырмайды. Қазақ үшін үйлену аса маңызды әлеуметтік қадам. Үй болу, мемлекет құру сияқты аса жауапты шаруа болып табылады. Оның ережелері қатын алмай қайын ал, жігіттің жақсы болмағы нағашыдан сияқты қағидалармен бекітілген. Құда түсу қыз айттырудан басталады, яғни ұнатқан өздерімен сыйлас қатарлас және бой жеткен қызы бар ауылға арнайы жаушы аттанады. Ұлына жар таңдаған әке жақсы ниетті білдіру үшін қалыс адамды жаушы деп жібереді. Жаушы сөзін «Сізде лашын бар, бізде сұңқар бар» деп бастап құда болғылары келетінін айтады. Егер қыздың ата-анасы бұл ұсынысты қабыл алса, қыз әкесі жаушы арқылы күйеуін әкесінің туыстарының құда түсер мезгілін айтады. Жаушыдан кейін құда түсу болады. Ол кездесуге жігіт жағына бірнеше сыйлы туыс адамдар барып, қалың мал мөлшерін жасау құнын тағы да басқа мәселелерді келіседі. Бір ескерткен мәселелер жасау жігіт жағынан келген қалың мал мөлшерін шамалас, кейде онан да асып түседі. Себебі оның құрамына отау, үй, жиһаз, киім-кешек тағы да басқа кіреді. Құдалыққа жіберілген адамдарға қарғыбау кәдесін тартады. Құдалықты бекітер кәдесін ат пен шапан береді. Құда түсіп құйрық бауыр ескеннен кейін ғана құдалық уағда бекиді. Ең бағалы сый күйеуді әкесіне немесе оның орындағы адамға тартылады. Уәденің белгісі ретінде қонақтардың алдына жіңішке етіліп кесілген құйрық пен бауыр қойылады. Құйрық бауыр ең алдымен жігіт туыстарына, сонан соң қыз туыстарына беріледі. Құда түсу тойында құтты болсын айтып келген әйелдер құдаларға арнап шашу шашады. Енді атастырудың яғни заңдастырылған құбылыс екенін дәлелдеу үшін бірнеше әдет-ғұрып ережелерін көңіл бөлейік. Егер қарғыбау беріліп сөз салып қойған жігіт жағы келісімді бұзып, басқа біреудің қызына құда түспек болса, онда келісімді бұзған кінәлі жақ ат-тон айып төлейді және бүкіл киетті қайтарады. Екінші, егер алдында құдаласып кейін басқа біреуге үйленбекші болып келісімді бұзса, онда келісімді бұзған жақ бір түйе бастатқан 9 айыпты төлейді. Бірінші құда түскен қалыңдықты алып, бейбіше аттандырып барып қана екіншісіне үйленуге хақы бар. Үшінші, қалың малдың негізгі бөлігі немесе барлығы өтелген соң ғана күйеу жігіт қалыңдық ойнауға барады. Күйеу жігіттің бұл келуі бірінші келу болғандықтан қалыңдық жағына жеңгелері той бастаңғы түрінде жасайды. Төртінші, егер күйеу қалың малын өтемей орын бармай қалыңдық ауылына келе қалса, онда оның атын тартып алып, ісін әдепсіздікке жатқызып өзін жаяу жібереді. Бесінші, егер орын барғанда қалыңдық ауылында болғысы келсе, күйеуі шатыр тігіп бір апта, тіпті бір ай жатқызу еркі бар. Ұрын тойдан кейін күйеуінің қалыңдық ойнап барып тұруына хақы бар. Алтыншы, күйеу жігіт қалыңдықтың ұзатылу тойында дейін жақындыққа баруға хақы жоқ. Жетінші, егер күйеу ұрын тойда қалыңдығын
пәктігінен айырған болса, неке жаулық төсегін жеңгелерге кәдесін береді. 8. Ұрын тойға келіп кеткен күйеу қайтыс болса, онда туыстарының қалыңдықты марқұмның ауылына қайғылы күйде аза кәдесімен бірге әкеледі. Осындай қалыңдық жесір күйеуінің жыл бойы жоқтап, сонан соң оның інісіне немесе ағасына, тіпті болмаса жақын туысына тұрмысқа шығады. 9. Неке қиюды қалыңдық қауымда молда өткізеді. Ол жігіттің қыз жағынан кәде алып, алтын жүзік сақина садақ жебесі оның су құйылған сырлы тостағанға салады. Жігіт пен қалыңдық олардың туыстары неке қияр суды ішуі жұбайлық өмірдің басы болып саналады. 10. Неке қиярдың орнына жігіттің үлкен шаңырағында отқа май құю, шалқылып жанған отқа 3 рет тәжім ету, басын жерге тегізіп салтанатты жүреді. Отқа май ана, от ана жарлық деп сөйлеп тәжім жасайды. Үлкен әйелдер оттың жалына алақандары тосып келіннің бетін сипайды. Осыдан кейін келінді жұмсақ иленген терінің үстіне отырғызады. 12. Келін үлкен үйге бірінші рет енерде үй айналдыру деген болады. Қайын енесі тірі тұрғанда келін төрге шықпайды. Қайын енесі қайтыс болғанда келін отқа да май құяды. Одан әрі төрге шығуға рұқсат етілді.